Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта белгілі ғалым, белгілі этнограф, суретші, тарих ғылымдарының кандидаты Халилулла Саматұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Бүгін сіз көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізге бірінші қояйын деген сауалым, осы этнография саласына қалай келдіңіз? Bir нәрсе әсер етті ма? Қандай? Мен енді өзі жас кезімнен тарихты жақсы көретінмін. Тарихи тақырыпта кітаптарды оқитынмын, тарихи тақырыпта салынған суреттерді қарайтынмын. Мені әкемнің інісі ағам тәрбиелеп өсірді. Сол сөзі тарихшы болатын, мектепте сабақ берді. Оның кітапханасы өте жақсы кітапханасы болды. Сондықтан осы тарихи тақырыптарда кітаптар көп болды, соларды оқып өстім. Өзінің арманым, мектеп бітірген арманым тарихи тақырыпқа сөйлесе алатын суретші болу деген арман болатын. Сонымен солмен Алматыдағы сурет училищесін бітірдім, сосын Ленинградқа барып сурет академиясын бітірдім. Сонда барлық курстық дипломдың бәрі тарихи тақырыпқа салынған суреттер болды. Бірақ мен соны тарихи тақырыпқа суреттер салып жүргенде сол қазақтың осы жауынгерлері, батырларының киімі қандай болды, қару-жарағы қандай болды деген мәселе алдымда тұрды. Соны ізденгенде ешқандай ақпарат жоқ екенін көрдім. Сосын өзім іздене бастадым. Алғашқыда сол өзім суретімді салғанда сол тарихи дәлдікпен салу үшін, одан киімдерін, қару-жарағын дәлдікпен салу үшін іздене бастадым. Ленинградта оқып жүргенде оған мол мүмкіншілік болды. Өйткені онда көптеген музейлер бар, тамаша кітапханалар бар, орталықтар бар. Иә, солардың бәріне барып, өзім соларды зерттеп, іздене бастадым. Сол Ленинградты академияны бітіріп келгенде мен өзіммен бірге 10 шақты мынандай тетрадь болды, конспекті ілінген, кітапханада отырып, музейде жүріп, бәрі суреттерді салып, қару-жарақтарын, кітаптардан цитаталарды жазып алған сондай нелер болды. Содан Алматыға келіп, жұмысқа келгенде, соның жалғастарымен қарай. Сөйтіп мен осы неге келгенде ештеңе зерттелмегенін көрдім. Қазақтың жауынгерлердің қару-жарағы мүлде зерттелмеген тақырып екен. Тіпті жабық қалған тақырып десе болады. Мен сол осы қанша жылдар зерттеу барысында өзім көптеген жаңалықтарды аштым. Осы қару-жарағына қатысты, сауыт саймандарына қатысты. Мен өзім суретші болғандықтан мына сурет өнерінің тарихын жақсы білемін. Әсіресе шығыстың өнерін жақсы зерттедім. Сондықтан мына көшпелердің өзінің өнерінде, оған көрші халықтар, Қытай, Орыс, Иран, Орта Азия халықтарының бейнелеу өнерінде, бұрынғы көне және орта ғасырлық бейнелеу өнерлерінде осы қару-жарақпен тұрған, жүрген, соғысып жатқан көшпелі жауынгерлердің бейнелері өте көп. Оны әдетте тарихшылар бейнелеу өнер деректерін тарихи дерек көзі ретінде онша елемейді. Алдында шындап келгенде оның деректік маңызы өте зор. Соны зерттедім. Сосын тарихшылардың назарынан тыс қалып отырған өте мол дерек көзі ол қазақтың ауыз әдебиеті. Тарихшылардың көп орыс тілді болғандықтан ауыз әдебиеті, қазақтың ауыз әдебиетін ешкім білмеген, оны зерттемеген. Мен өзім осы қазақтың ауыз әдебиетін, батырлық жырлары, батырлық ертегілері, мақал-мәтелдері, жаңағы жырлары бәрін оқып, содан осы қару-жарақ қатысып тұнып тұрған мол деректерді жинадым. Сонымен ғана тек қана қазақтың ғана жалпы түрік халықтарының эпостарын, мына Алтай халықтарының, жаңағы қырғыздардың, өзбектердің эпостары, олар енді сол көптеген эпостар ортақ, мысалы Алпамыс болсын, жаңағы Баян сұлу, солардың бәрі көп түрік халқының ортақ, әртүрлі варианттар, Манас жыры керемет жаңағы мол дерек беретін, солардың бәрі зерттедім мен. Сондықтан мен қазақтың батырларының жаңағы қаруы қандай болған мол дерек жинап алдым. Солардың негізінде мақалаларымды жаза бастадым мен жұртқа таныстыру үшін сол ашылған жаңалықтарды. Содан кейін оны алғашқы кезде ана тілі газетіне беріп отырдым. Олар үйі басып отырды жұма сайын, өздерінің сол 93 жыл өздерінің ана тілі газетінің лауреаты ретінде атады.
Абдулла Хайда, Алимбаев сияқты біздің жақсы тұлғалардың ішінде менің де есімім сол жылы ана тілінің лауреаты ретінде аталды. Содан кейін кітаптарын жаза бастадым. Алғашқы шыққан кітап сол Жараған темір кигендер болатын, бірден жаңа мамандардың жақсы ықыласына ие болды. Содан кейін жаңағы кандидат диссертациямды қорғадым. Соның негізінде мына қазақтың дәстүрлі қару-жарағының этнографиясы деген кітабы шықты. Мұнда мен жай ғана қару-жарақ сипаттамай, оның этнографиялық өмірінде қазақтың қандай маңызы болған. Ол тек қана қару емес, ол ритуалдық, ғұрыптық зат. Ол жаңағы әртүрлі әлеуметтік топтардың статусын көрсететін құрал сияқты көптеген жаңағы функцияларын туралы зерттеп жаздым мен. Оны тек қара соғыс құралы ретінде ғана емес. Сондықтан бұл кітабымда жаңағы ие болды. Жаңағы Москвада өткен ТМД елдерінің халықаралық кітап көрмесінде 3-ші дипломға ие болды бұл кітап. Содан кейін мына осы ұлттық музейдің несімен қаржыландыруымен қазақтың отты қаруының тарихы деген кітап жаздым. Бұл да бірінші рет шығып отырған. Бұл кітаптардың бәрі бірінші рет шығып отырған кітаптар. Мұндай зерттеулер бізде болған емес, қаруларға қатысты зерттеулер. Сөйтіп мен осы басында өзіме суретші ретінде сол ғана дұрыстап сурет салуға керек ақпарат ретінде жинай бастадым да, ол мені өзіне тартып алып кетті. Содан енді оны тарихшы ретінде зерттеп, этнограф ретінде зерттеп, сонымен айналысып кетті мен. Ол енді бір тұңғиық, оған жетінші бетіне бұлай жүруге болмайды, оны тереңдеп зерттеу керек. Сондықтан соның ішіне сүңгіп кеттім, содан мен әлі зерттеп жүрмін. Өте тамаша. Енді осы орайда бір айтайын дегенім, осы қазір өзіңіз отырған Бозоқ музей қорығының негізінде үлкен ашық аспан асты ұлттық саябағы құрылғалы отыр. Осы елордамыздың аумағында, қалаға келетін жерде. Осы жобаның негізінде біз қазақ халқының этнографиясын жандандырмақшымыз. Ол жерде тек қана құрылыстардың реконструкциясы болмайды, қазақ этнографиясының реконструкциясы болады. Жаңа сіз айтып отырған қару-жарақ, құрал-саймандары, қару-жарақтары, атты әскерлер, немесе жаяу әскерлер, жаңа өзіңіз айтып отырған ұлттық қару, осының бәрін алдағы уақытта біз шынайы көрініс тапқызу ниетіндеміз. Осы бағытта. Сосын тағы бір сұрақ қояйын дегенім, осы жаңағы мысалы Европада көптеген квест фестивальдар өтеді. Жауынгершілікке қатысты соғыстарды бейнелейді, көп жүздеген адам шығып майданға, далаларға. Осындай мәселелерді бізде өткізсе, оған қару-жарақ, құрал-саймандар жасау, осы мәселе қалай болады? Қаншалықты бұрын көрініс тапты ма Қазақстанда? Осы мәселе халықтан қолдау таба ма? Осы мәселе халықтың руханиятын көтеруге, ұлтжандылық жігерін немесе рухын көтеруге, немесе ерлік арқылы аталарының батыр болғанын бір елестететін сондай көрініс таптыра ма? Қалай ойлайсыз? Иә. Енді біріншіден айта кетейін, Бозоқ ұлттық комплекс тамаша. Негізгі идеясы жағынан, концепциясы жағынан өте тамаша. Мұнда сол қазақтың дәстүрлі мәдениеттің бәр қырын қамтығансыздар. Мұна тұрақты құрылыстар, тұрақты отырықшы құрылыстардың көрсетудің меніңше өте қажет. Өйткені біздер тек көшіп жүрген көшпенді ретінде ғана айтады ғой. Біздерде қалалардың болған, тұрақты қыстау орындар болғандар көбіне айтылмайды. Оларды да жұртқа көрсету керек. Екіншіден жаңа өзің айтып отырған мәселе, ол мына қазір бүкіл әлемде тарихи реконструкцияда үлкен қозғалыс бар, қоғамдық қозғалыс. Олар мына кезінде Европада басталды да, қазір бүкіл әлемді қамтып отыр. Онда жаңағы осы энтузиастар, олар кәсіби мамандар емес, жаңағы өзіне хобби ретінде айналысып, бұрынғы заманның қару-жарағын қалпына келтіріп, соны қолымен жасап, сосын сол
белгілі тарихи оқиғаларды реконструкциясын жасап фестивальдар ұйымдастырып, бір үлкен айқасқа арналған көрсететін фестивальдар жасап, соны айқасты көрсетіп, сөйтіп жасап жүрген үлкен қозғалыс бүгінде өте бір сондай ауқымды қоғамдық қозғалысқа айналған. Европадан оны Ресей қабылдады, орыс халқында оны сондай клубтар, тарихи реконструкция клубтар өте көп. Сол Ресейдің ақырында да бізге де келіп жатыр. Бірақ өкінішке орай бізде оны қазақ жастар емес, негізінен орыс жастар онымен айналысып жүрген. Мен бірнеше сондай клубтарды білемін осы Қазақстанда. Біреу мына Астанада бар, мына Петропавловскада біреу бар. Олардың бәрімен менің контактым бар. Оларға да осындай жаңағы бір платформа керек. Сол өздерінің жаңағы фестивалін өткізуге. Өйткені олардың сондай мүмкіндіктері болмай, ешқандай қолдау таппай, мүмкіндіктері болмай отыр. Егер мысалы Бозжақ ұлттық мына парк оларға сондай алаң ұсынса, олар қуана соған қатысады. Солардың бәрі мамандарды шақырып, осында сондай фестивальдар, тіпті бір айқастың несін реконструкциясын көрсетуге, бәрін істеуге болады. Ол ана көрермен, қай адам болсын көрермен өте қызық. Мында шайқастарын, қылышпен соғысу әдістерін, найзамен соғысу әдістерін, топ болып соғысу әдістерін, жекпе-жек соғысу әдістерін көрсететін сондай нелерді жасауға болады. Олар ондайға дайын бар енді. Өте көп емес бізде, бірақ сөйтіп сол арқылы мүмкін біздің қазақ жастары да соған қызығып көбірек айналысып кете ме деген мысалы мен өзім үміттемін. Сондықтан ондай алаң оларға ұсынылса, олар ондайға қатысып, қуана келіп, сондай нелерді өткізеді, олар өткізісі келеді олардың. Көп жағдайда сондай мүмкіндік. Олар шетелге барады, жаңа Европаға барады, Венгрияға барады, онда сондай фестивальдар жылда өткізіп отырады. Турцияға барады, мысалы садақ атудан сондай жарыстар халықаралық өткізіліп отырады. Сонда барады біздің жігіттер. Енді өзімізде сондай бір орын болып, сондай бір республикалық деңгейде өткізетін, сосын артынан халықаралық деңгей қылып фестиваль өткізетін алаңға айналса, мысалы жаңағы ұлттық парк, Бозжақ ұлттық паркі. Оған көп келетін нелер болады. Ол көрермендерді де тартады оның бәрі. Дұрыс насихаттап, жарнамалап жасаса, ондай мүмкіндік бар. Осы орайда тағы бір мәселесі туындап тұр. Өзіңіз осы саланы 40 жылдай уақыт зерттедіңіз. Осымен көптеген еңбектер жаздыңыз, жаңа өзіңіз айтқандай. Өзі басы мен студент кезімнен сіздің еңбектеріңізді өте жақсы оқимын. Студент кезімізде Әл-Фараби Қазақ ұлттық университеті оқып жүргенде тарих факультетінде сол ұстаздарымыз арнайы сіздің кітаптарыңызды курс өткізетін, әскери іс тарихы деген сияқты. Енді осы орайда мысалы біздің үмітіміз жастар, біздің бастауымызда жастардан басталады. Сондықтан ата-бабаларымыздың батырлық мінезін, рухтылығын ары қарай балаға қалай осы әскери іс арқылы жетілдіруге беруге болады. Қандай бір этнографиялық тәрбиесі бар ма? Жаңағы әскери іске байланысты этнографиялық ойындар немесе өзіңіз жаңағы жас баланың сауық сайманың болсын, ондай кездестірдіңіз бе? Сондай кие ма балалар? Қазақ баласы жас кезінен атқа отырғаннан бастап сондай мысалы жырларда айтады ғой, 6 жасынан найза ұстаған, 14 жасында жауға шапқан деп, сондай мысалы соған қатысты айтсаңыз. Мына бізде қазақтың ұлттық санасының құрамында батыршылық духы болған бұрын. Негізгі орын алған деуге болады. Мына әскерилер сословиясының мәдениеті қай ұлттың болсына құрамында негізгі орын алып отырған. Мысалы, Жапон менталитетін самурайлық духсыз көзге елестету қиын. Европаның мәдениетін рыцарьлар духынсыз көзге елестету қиын. Сол сияқты көшпелілерді осы батырлардың мәдениеті, батырлық рухтың негізі болды қазақ халқының ұлттық. Өкінішке орай соңғы кезде біз соны жоғалтып, әскери өнерімізді жоғалтып, қару-жарағымызды ұмыттық. Сондықтан батырлық рухта өкінішке орай өшіп жатыр деуге болады қазір. Соны қайтадан ояту керек. Ол үшін оның бәрін насихаттау керек. Соған балаларды тарту керек. Жаңағы
Сонда ғана қазақтың мына рухы көтеріліп, санасы, ұлттық санасы одан сайын кеңейіп. Тәрбиеге де. Тәрбиеге. Оны жаңа өзің айтқандай кішкентайдан бастап тәрбиелеу керек. Ол үшін соның бәрін көрсету керек. Сол қазақтың ұлттық әскери өнерінің жетістіктерін туралы көрсету керек, қару-жарақтарын көрсету керек. Қандай болған осы күні ешкім білмейді. Өйткені кеңес дәуірінде көшпелілерді көрсетсе, бір томба бірдеңені киіп алып, сондай жүрген ешқандай сауыт сайманы жоқ, бір жаңағы жабайы не топ сияқты көрсетіп келді ғой енді. Бірақ сол орыс тарихшылардың зерттеуі қазір көшпелілердің, мысалы Гореликтің, Худяковтардың бәрін зерттеулері қазір сол көшпелілердің әскери өнері мен қару-жарақ өнері қандай жоғары деңгейде болған өздері дәлелдеп беріп отыр. Өкінішке қарай, бірақ бізде әлі санамызда санамызға онша сіңе қойған жоқ. Сондықтан сондайларды насихаттау керек. Жаңағыда осылай неде осындай жаңағы көріністерді, айқастар, жауынгерлердің киімдерін бәрі көрсетіп отырса, балаларда мына қанында бар дүние ол. Анда жатыр қанында. Әр баланың, ер баланың қанында бар сол батырлығы. Оны тек түртіп, соны ояту керек. Солардың бәрі соған себепкер болып, соны оятады. Соған қызығушылық пайда болады. Сосын олар білейші дейді. Соған оқиды, тыңдайды, көреді, сөйтіп оның білімі өзі туралы кеңейеді, сосын мақтанышы оянады. Өзінің ұлттық мәдениетіне, сол батырлық рухына деген мақтанышы оянып, өзінің көкірегін көтеріп, басын көтеріп, сондай батыршылдық рухта сезіне бастайды. Ол өте қажет. Сондықтан сондай бозақта тек қана тарих қана көрсетілмей, міндетті түрде патриоттық тәрбие, мәдени патриоттық тәрбие деген сала міндеттерде болу керек, бұл өте маңызды. Және де мына қарап отырмын, сіздің жобаларыңыз бәрінде ондай мүмкіншілігі мол болады. Сияқты соның бәрін іске асыру керек деп санаймын. Шәкіртіңіз бар ма? Өкінішке қарай айтып отырмын ғой, жаңағы бізде осы әскери өнерге, батыршылыққа, қару-жараққа деген қызығушылық жоғалып кеткен. Ешкім қызықпайды. Мен туралы суретшілікті түсіруге келеді мен, сонда айтамын. Мен мінекей қару-жараққа жетірген жалғыз мама Қазақстанда десем, сол журналистер, ой, мынандайды ешкім андай білгеніміз жоқпыз, түсірейікші деген, мысалы, солардан да естімейсің. Жаңағы қызығушылық жоқ. Мен айтамын, журналистерге, телевидениеде бір хабар түсірсе, міндетті түрде біреуді шақырады, тамақ пісіртіп қояды. Жаңағы еркекке, жігітке, әнші болсын, спортсмен. Мен айтамын, одан басқа не жоқ па? Оның қолынан келетін нәрсесі жоқ па? Неге жаңағы спортсмен келіп, мысалы, бокстасың, әдістер туралы айтпайды. Палуан келіп, мысалы, қазір қазақ күресі күшті дамып жатыр. Қазақ Барсадағы елінген қаншама спортсмен бар. Неге соларды шақырып, соларды қалай қазақша күрес туралы, қалай күрес туралы, неге соларға айтқызбайсыз? Әншіні шақырып, ән айтуды неге үйреткізбейсіз? Домбырашыны шақырып, домбыра тартуды неге үйреткізбейсіз? Неге жаңағы сондай бір нелерді көрсетпейсіздер, тамақ пісіруді ғана көрсете бермейді. Ертең өскен бала кім болып өседі? Бұл ертең елді қалай қорғайды? Ана поварешкамен қорғай ма? Ожаумен қорғай ма? Әлде найзамен, қарумен қорғай ма? Сондықтан сондай нелерді көбірек насихаттау керек деп айтамын. Бізде қазір соған қызығушылық жоқ, жоғалып кеткен. Сондықтан маған келіп осы саланы мен зерттеп жатырмын, осы сізден үйренейін, осындайды қару жасауды үйренейін деген деп келем деген ешкім жоқ, өкінішке орай. Келіп жатса оларға бәрі білімімді үйретіп беріп кетер едім. Біз айтып отырамын ғой, сол осы батырлық рухтың өшіп қалғаны. Сондықтан қазір оны көтеру керек. Әсіресе мына қазіргі геосаяси жағдайларда, мына экономикалық жағдайларда осының бәрі қажет бір көкейтесті мәселелердің бірі. Соны өту керек. Мысалы, жаңа айтып отырды ғой, тарихи реконструкция қозғалысына қатысып өз қолдарымен қару-жарақ, сауыт сайма жасап, Европаның да, орыстың да, көшпелілердің де қару-жарағын жасап жүрген, клубтарды ұйымдастырып жүргендердің бәрі басқа ұлттың өкілдері. Қазақстаннан сондай істейміз деген жоқ. Олар маған келіп консультация алып тұрады, менімен хабарласып тұрады,
сонда не етеді маман ретінде. Сонда шын ашиды, неге осы қазақ жастары жоқ деп. Болашақта осы болашақтың негізінде сондай бір клуб құрып, қазақ жастарын шақырып, соған үйретіп, бір сондай тарихи реконструкциялық клуб құрса да, меніңше жақсы болар деп ойлаймын. Енді жалпы осындай мектептер бар ма? Жаңағы сайыс өнерін үйрететін, найзаласу, жаңағы немесе қойын қолтық ұрыстарды үйрететін, жаңағы Бөгенбай батырдан қалыптастырған мектептің жалғасы деген сияқты. Сондай бізде осындай үйрететін орталық спорт ретінде арнайы істетіп орталықтар жоқ. Өйткені алдымен оны зерттеу керек қой, әскери өнерді. Мысалы, бір не бар, қылыштасу деген жаңағы бір ассоциация бар. Жас балаларды қылыштасуға үйретеді. Талаптан деген жігіт, соны өзі каратист болған спортсмен, сол ана қылыштасу несін ашқан. Сол, мен білетін қазір орталық қылыштасуға үйретеді. Менен жиі кездесіп, сол неден кеңес алып тұрады. Мысалы, ол жерде өзінің несінде филиалында ашуына болады. Оның бәрін біз оған тартуымызға болады, оларға дайын бәрі. Оларға да сол керек. Кеңейген өздерінің өрісінің кеңейгені керек қой. Оларды да сол мысалы, сол қылыштасу ассоциациясын айтып, осы Астанада өз жақта филиалы құрғызып, сол қылыштасуды ол өзінің тәрбиелеген шәкірттердің ішінен тренерді тауып береді. Соны үйрететін, қылыштасуды үйрететін не жасауға болады. Мектеп сияқты жасауға болады. Оның бәрін қазір бар. Бұлар аз болса да айналысып жүргендері бар. Солардың бәрін мүмкіндік беріп, бастарын жинақтап істесе, ол тамаша болар еді. Халилулла, рахмет сұхбатыңызға келгеніңізге, аз уақытыңызды бөліп. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыздың алғашқы бөлігі аяқталды. Әлі алдағы уақытта үлкен бір кездесуді жоспарымызда бар. Сізбен алдағы уақытта үлкен деңгейде бір жақсы кездесу ұйымдастырамыз деген үміттемін. Аман сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.